Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жай шолу немесе шалмасыз бағанша деп аталады. Сонымен шалмасыз бағанша тоқу үшін ең алдымен үлпілдек шалулардан құралған тізбек шынжырды өзімізге қажетті өлшемде тоқып аламыз. Маған 10 үлпілдек шалудан құралған тізбек шынжыр керек, ал мен 11 үлпілдек тоқып аламын. Өйткені тоқымамыз тегіс болу үшін бір үлпілдегімізді көтеру ілмегі ретінде тереміз. Ілмектегі жіп үлпілдек ретінде саналмайды. Соның астындағы үлпілдек жаңағы айтқанымдай көтеру ілмегі болып есептелінеді. Яғни тоқыма тоқып бастағанда қатарды бұрыштан пішіндейді. Біз сәйкесінше екінші үлпілдек шалудан тоқып бастаймыз. Сонымен шалмасыз бағаншаның бірінші қатарын тоқу үшін ілмекті екінші үлпілдектен өткіземіз да сұқ саусағымыздағы жұмыс жібімізден жіп іліп алып, үлпілдектен шығарамыз. Ілмегімізде екі жіп пайда болады. Тағы да ілмекпен сұқ саусағымыздағы жұмыс жібімізден жіп іліп алып, ілмектегі екі жіптен шығарамыз. Сонымен бірінші қатардың бірінші жай шолуын тоқып алдық. Тағы да келесі үлпілдектен ілмегімізді өткізіп, сұқ саусағымыздағы жұмыс жібімізден жіп іліп аламыз да үлпілдектен шығарамыз. Ілмегімізде екі жіп пайда болды. Тағы да ілмекпен сұқ саусағымыздағы жұмыс жібімізден жіп іліп алып, ілмектегі екі жіптен шығарамыз. Бірінші қатардың екінші жай шолуын тоқып алдық. Осылай тоқымамызды жалғастырамыз. Мен сіздерге екінші қатарға қалай өтіп тоқитынымызды көрсетемін. Сонымен біз ең соңғы үлпілдекке дейін тоқып шықтық. Жай шалулардан құралған шалмасыз бағаншаның бірінші қатарын тоқып шықтық. Енді екінші қатарға өтіп тоқымамызды жалғастыру үшін біз бір үлпілдек іліп аламыз да тоқымамызды бұрамыз. Көріп тұрғандарыңыздағыдай, бізде екінші қатарда екі жарты үлпілдек алдыңғы және артқы болып қалыптасады. Біз бүтін үлпілдектен ілмегімізді өткізіп тоқимыз. Яғни алдыңғы қатардан емес, сосын артқы қатардан емес, біз бүтін үлпілдектен ілмегімізді өткізіп тоқимыз. Сонымен екінші қатардың жай шолуын тоқу үшін бүтін үлпілдегімізден ілмегімізді өткізіп тоқимыз. Ілмегімізді бүтін үлпілдектен өткізіп, жұмыс жібімізден жіп іліп аламыз да ілмектегі екі жіптен
өткіземіз. Осылай тоқымамызды жалғастырамыз. Жұмысымызды аяқтау үшін ілмекпен бір үлпілдек іліп аламыз да жібімізді қиямыз. Ілмекпен жібімізді шығарып тартамыз. Осылай өзімізге қажетті жай шолу тоқып аламыз да жұмысымызды аяқтаймыз. Жай шолу немесе шалмасыз бағаншаның кестесі. Қосу таңбасымен таңбаланады. Үлпілдектерден құралған тізбек шынжырымыз, көтеру ілмегі, шалмасыз бағаншаның бірінші қатары, көтеру ілмегі екінші қатары, 3, 4, 5 қатар. Тоқыма тоқуды нөлден үйренгіңіз келсе, менің арнама тіркеліп, қазақша контенттің дамуына үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Рахмет.